ойбай, неден зор машина еді кеше, короче. Жақсы болды, ана мерді ұстап бермедім, бірден маған полицейскийлер ақша беріп жақсы болды ғой, жаңа машина бар. Жол жоқ кітап етіп қойған. Ойбай, жол жаман. Жолға ешкім қарамайды, былай қарай. Машинаны қой. Мына чозак. Аж бұған назар аудармын. Ебаны қана жол мол отыз бір күттім, короче. Кеше ақша беріп жақсы болып қалмайды, осындай бір көлік сатып алдым. Негізі тиктоктан шықты ғой, осындай көлік сатып алдым. Бірді алам, арты да кейін екен. Осыны көрейінші, жоқта ше. Жігіт компотын көрейінші. Состязиясыз ұрып тұр екен, бірден сөніп танбайды емес. Кәнеке көрейінші. Нормально. Кейде жүрмей қалатын бар енді деп қойып жүрмеді, братан. Давай сюда қой компотын әпшейді көрейінші. Шаршы кеттік қой. Мына қосып қалып кетті ғой, давайте. Ой, мен камера қосқан достар мамандасшы. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен блогер ерке болған достар. Өткен бөлімде білесіздер, мен ана мерді ұстап берген болдым, сол себепті маған полицейскийлер ақша беріп кетті. И мен сол ақшаға ана кішігірім мынандай бір пикап сатып алдым, короче, өте үлкен емес, өте үлкен болады, негізі. Артыда екен, сен арзан тұрады екен, короче. Тикток көріп жатырмын, бірден редкіге шыққан сосын барып сатып алдым, короче. Сол достар, бүгінгі бөлімде осыны гараждан өтіп барып, ал мен маған геймод сатып алу керек, оның бағасы престер қымбат. Соны сатып алып болғаннан кездесеміз. Айтпақшы достар, сіздерге просмотр үшін көптен көп рахмет. Просмотр үшін көптен көп рахмет достар. Бірақ мүмкін видео 2 лайк жинапсыздар, давайте сол лайкты көбейтсек, осы видеоға бытырлатып лайк басатын боламыз, короче. Ендеше біз геймод сатып алуға кездесеміз. Так, геймод келді достар, короче. Админ көп рахмет, геймод келді деп жазып жіберейік. Жазып жібердік, короче. Что там детел? Ергемлан машина құтты болсын, короче. Игілігіне рахмет. Ауылға есіңше 2-3 күнде жана бері келетін болды, короче. Полицейскийлер солайын айтып кетті. Давай жетел. Давай. Кстати, бұзасың аштықтыр. Мен гараж неден соған. Ал мені көлігіміз басқа жаққа барып қою керекпіз. Ешкім мініп кетпесін. Есің жоқ қой, омни. Ал достар, біз енді әрине неден баса соғамыз, сіздер білесіз. Ағаштан соғамызға как всегда ағаш білесіздер, енді астың жағы бетон қылдыру керек. Астың жағы бетон. О, менен шықты. Мен де сәлтім ауыраттым достар, ренжімеңіздер. Не застанем деп қойып бітті достар, короче, бітті. И әрмен қарай біздер осы жүрген әдемілеп тұр салып жібереміз, короче. Жетелер құрындар шу. Еркелан, не салаватсың? Гараж қой, гараж. Молодец, көтеріліп кеткенсіңдер әшейін. Достар, сіздерді құратпай YouTube каналға тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Мен Telegram канал ссылкасын осы видеоның астында, давайте оғанда тіркелеміз. Есімі нормально болды ма осы ше? Еш сәл былай қарай тартамау деймін. Кейінікте сол көріп қой достар, қаншадан гаражға ол. Ана мынау емес, гараж. Бірақ өте үлкенде болып кетпей керек ше. Бұлай мен қойын. И бұлай мен қойын жүрі. Короче, достар, енші біз осы қабырғасын салып болған кезде сетін болам. Короче, достар, көріп тұрғандарыңызға мінекей қабырғасын салып болып, короче, енді астын қазатын боламыз. Астын сәл енді нормально қазып жіберсек. Қоя саламыз. Өз достар, жалпыға қалай осы машина бола ма маған? Әрине бұл енді басы қой достар, сіздер ойлап қалмаңыздар. Фуй, жаман машина деп.
Просто достар бұдан да күшті машина аламыз, бірақ та менің подписчик саным аз болғандықтан маған сәл ақша керек достар. Ютубтан түсетін ақша өте аз, 1000 подписчикке де жеткен жоқ. тіпті 4 сағат көрген жоқ. Сол себептен осындай кішігірім машина алуым керек болды достар. Әрине ол сіздер маған ютубыма тіркеліп лайк басатын болсаңыздар, конечно, ондай қымбат машина смело аласың бұл. Короче, насосында тесігі бар әйтеуір. Былай қарай түсіп шығатын істесек. Хоппа. О, міне. Ал енді бұны астың жағын істеп болғанда кездесеміз. Йо-йо-йо. Короче, достар, асты көріп тұрғандарыңыз осындай болды. Менің ойымша нормально болса болған секілді. Ал енді кішінің крышасын істей берейік. Короче, достар, айтпақшы, мен телеграм каналыма да тіркеліп, ойбой, Майнкрафт қандай телефон алсам да қатады екен ғой. Мен телеграм каналыма да тіркеліп лайк басып отырыңыздар достар. Ол жақта мен, короче, осы видеоның қашан шығатыны, не істеп жатқанын, превью жасап жатқанын, видео монтаждап жатқанын бәрі шығатын болады достар. Ең басты сіздер каналға тіркеліп отырсаңыздар болды ғой. Хоп. О май гад, бейби болмайсың. Сіздер беймбімен читанаш қайда отырсыңыз, олар бұзылып жатыр. Источниктер әлі жөндей алмай жатыр, короче. Ол екеуі де орыстың машинасы болғандықтан, негізі орысша сервистер бізде жақында келіп қалды дейді, олар да жақында жөндейтін болады достар. Олар жөндесе, олар сат, мынаны да сат, бір топпи бір көлік ап аламау деймін ше. Анда қатты асты сәл бектеу жиып аламау, ойбой, кеш бақты кеткен қалай кеттей. Короче, достар, міне геймет бар болғандықтан мен осы ауа райын өзгертсем, короче, қазір күндіз қойдым. Алайда достар, сіздер менің каналыма тіркеліп отырсаңыздар, неге сәл солайына подписчик жинасам, телеграм каналға да тіркеліп отырыңыздар, достар. Ал енді мына жақтарын бәрін істеп салсам. Хоппа. Сіздер бұл әлі қызықсыз болуы мүмкін, сондықтан мен істеп болған кездесем. Мінекей достар, осылайынан кішігірім гараж соққоймын, негізі сәл төбесі нормальсыз болып қалды ау деймін, бірақ болады достар. Короче, мына жол не, жетел. Анау мен жол жасаймын екен. Еркебұлан, говорит, бұл жол жақын арада жасаймыз деді ғой, короче. Зауыт ана жақтан мыт-шытмап жатыр, короче. Машина құтты бас. Рахмет, мерді соған үшін берді. Не сен мэр болу үшін. Ой, жетел еттек қой, бізден өтіп мэр боламыз ғой. Қайда жетті? Давай, Еркебұлан, давай. Енді кіші жарық орнатып қояйық. Есік менің ойынша достар керек жоқ. Модтан қарайтын жарықтарымыз бар ма екен? Менің ойынша достар ешқандай есік керек жоқ, себебі бұл жазда келе жатыр ғой, сол себепте есік керек жоқ. Жарық аяқта қалай? Ауыр еліне басшылық екен ғой. Жетел құры. Мән бермейді достар, мән бермейді. Короче, мен осылай жарық марын істетіп қойдым, короче. Зор болды деген ойдам. Машина есімде жоқ қой. О, міне достар, изи қазір. Ой, блин, Майнкрафт сәл қатып отыр, мән берейді, ол изи кіріп кетті. Құрыш жетел. Құрыш жетел қашып қалады, осылар ауыл кіріп кетті болады. Мінекей керемет, әзірше бұның әрине жөндейтін заттары көп достар. Моторың сәл май кетіп тұр ма деп қоямын. Бірақ бұл салоннан алынған ғой, неше парасы тұрсын. Керемет осыдан тұрсын кішігірім. Осымен менің видеом аяқталды достар. Сіздер қош болыңыздар. Ал бұл видео сіздерге не істеу керек? Әрине жатқа білсе лайк бас, каналға тіркеліп
коммент жазып қойыңыздар. Осымен менің видеома тоқталып қойса болыңыздар.